Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге 3D куб арқылы анимациялық формаларды көрсетуді үйрететін боламын. Жасалу жолын менің каналымна тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең бірінші Google аккаунтымызға кіру керек болады. Одан кейін мына жерге мерге куб деп ағылшынша жазамыз поисковойға. Шыққан осы бірінші сілтемеге кіретін боламыз. mergeedu.com ARVR деген. Бұл сайт бізде орысшаға аударуымыз керек. Негізі ағылшынша сайт. Тінтуірдің оң жағын басып, перевести на русский язык деп басатын боламыз, егер сізде автоматты түрде тілі ауыспаса. Ауыстырғаннан кейін бізге осындай бет ашылады. Осыдан кейін ең бірінші біз жаңағы бұл сайтқа тіркеліп алуымыз керек. Бесплатная пробная версия деген басамыз. Бізге осындай бет ашылады. Бұл бізден сұрап тұр, мінекей ағылшынша тұр. Біз оны орыс тіліне аударып көретін боламыз. Мінекей добро пожаловать дейді. Продолжить. Если у вас есть код присоединения, введите его здесь. Продолжить дейміз. Бұл бізде бесплатная регистрация аккаунты. Мына жерде кім екеніңізді таңдайсыз: администратор, ата-ана, оқушы және мұғалім. Біз мұғалім екенімізді көрсетіп кетеміз. Мына жерден өзіміздің Google аккаунтымызды таңдаймыз. Міндетті түрде бұл приложенияға кіру үшін, бұл сайтпен жұмыс жасау үшін бізде Google аккаунт болу керек. Google аккаунтқа кірудің дұрыс жолы менің арнамда бар. Жоғарыда шыққан сілтемеге кіріп, көріп кетсеңіздер болады. Описанияға қалдыратын боламын. Так, осындай бет ашылады. Біз өзіміздің аккаунтымызды таңдап, продолжить деген батырманы басамыз. Мінекей учетная запись существует. Менде бұндай запись бар етін. Енді сіздердікі тіркелгеннен кейін сіздерде беттеріңізге өтесіздер. Міне перейти на панель инструментов. Міне осындай бет сіздерге ашылады. Ашылғаннан кейін бұл жерде біз ең бірінші мынау сол жағында тұрған тіркелген кезде бізде нелерді сұрайтын болады. Жаңағы біз мұғалім екенімізді көрсетіп кеткеннен кейін сіздердің қай жерде жұмыс жасайтындарыңызды сұрайды және мектептің атауын сұрайды. Енді ол жерге жазсаңыздар да болады, болмаса жай ғана ақпарат жаза салсаңыздар да болады. Ол аса маңызды емес. Енді мынау сол жағында бізде мерже кубтың мінекей дом, наука, корень деген жаңағындай салаларға бөліп қойған осындай бізде контенттері бар. Осылардың барлығын 3D объектісін көруге болады. Енді біз бұл жерден 3D объектіні көрмес бұрын біз ол 3D кубикті жасап алуымыз керек бірінші. Ол үшін мінекей получить, на жерде помощь и поддержка дегенде получить мерже куб деген тұр. Осыған кіреміз. Осыған кіргеннен кейін астына қарай жүгірте берсеңіз, бізде астыңғы жақта осындай сілтеме тұрады. Мінекей. На жерде жаңағы сілтемесі вы можете скачать бумажный куб здесь дейді. Мінекей осы сілтемені басамыз. Загрузите PDF файл, бумажный куб дейді. Мінекей осыны біз жүктеп аламыз өзімізге. Мінекей ашылды, сақтау керек деп тұр. Сохранить. Міне PDF форматта бізде мерже кубтың кубигі жүктелінді. Енді осы кубикті мен өзімнің телеграм каналыма жүктеп қоямын. Өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады сол жерден. Болмаса осылай интернетке кіріп, өте оңай жолмен өздеріңізге жүктеп аласыздар.
жүктегеннен кейін мінекей осы тұрған бойынша кесіп, мына үлгі бойынша және мынандай кубикті құрастырып аламыз. Бұл бізге ең бірінші қажет нәрсеміз болады, иә? Бұл кубикті құрастырып алғаннан кейін ұялы телефонға өтеміз. Ұялы телефонда не істеу керек екенін мен қазір сіздерге телефоннан көрсететін боламын. Ал енді телефон арқылы көретін болсақ, Google Play Marketқа, болмаса App Storeға кіріп, поискті басамыз. И мына жерге Merge мінекей Object Weaver дегенді басамыз. Бізге мінекей мынау программа шығады, мінекей осы тұрған осы программа шығады. Осыған мен уже жүктеп қойған болатынмын. Осыны өздеріңізге жүктейсіздер. Жүктеп болғаннан кейін так, жүктеп болғаннан кейін мінекей Object Weaver деген осы программаға кіретін боламыз. Интернетті жақсы ұстайтын, жақсы жерде болу керек, өйткені бұл жердегі объектілер көбінесе жүктелген уақыт алады екен. Жүктелінгеннен кейін мынау 3 сызықты, сол жақта тұрған жоғарғыдағы 3 сызықты басамыз. Бізге осындай беті шығады. Айтпақшы, бұл жерде кіргеннен кейін мынау жаңағы менің аккаунтыммен кіріп кеттік. Ең бірінші сіздер кіріп жатқан кезінде сіздерге Google аккаунтты таңдап, жаңағы сайтта көрсеткендей ең бірінші кіру жұмысын жасайсыздар. Жасаған кезінде жаңағы Google аккаунттарыңызды белгілеп сол арқылы кіресіздер. Болмаса Gmail жаңағы аккаунтыңызды жазасыз и құрған пароліңізді жазып кіресіздер. Кіргеннен кейін осындай бет ашылады сіздерге. Мынау 3 сызықты басып, осы жерде объекты обучения деген бар, коллекция обучения деген бар. Объекты, егерде сіздің қолданған объектілеріңіз болса, объекті да тұратын болады. Мына объекты обучения дегенді басамыз. Бізге осындай сабағымызға сай келетін объектілер ашылады. Өзіңіздің сабағыңызға қай объект сай келеді, соны ашып балаларға көрсетсеңіздер болады. Мысалға мінекей мынау жерді алатын болсақ, мына жоғарғы жақта бізде мінекей 3D деп тұр, иә? 3D дегеніміз, ол біз осы телефон арқылы балаға бүкіл жердің алды, артын, үстін барлығын айналдырып 3D қылдырып көрсетуімізге мүмкіндік бар. Енді біз жаңағы 3D куб арқылы семинарларда, болмаса жаңағындай конференцияда, ғылыми жоба қорғаған кезде жаңағы көрнекілік ретінде 3D кубты қолдансақ өте жақсы. Енді сондайды жасау үшін, мысалы, куба дегенді басамыз. Мінекей кубты іздеп тұр бізден, иә? Алдымызға жаңағы жасаған кубигімізді қоямыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Жаңағы жер шарын телефоннан көрген қандай, және мынандай кубик арқылы көрген басқаша бөлек болады екен, иә? Балаларға сабағыңызды қызықты еткізіп, өткізіп, осылай мінекей. Мен қазір мынаны былай көрсетіп көрейін, егер болса, иә? Қараңыздар, осылай сотканы жақындатып, және оны жақындатып та көруге болады. Мінекей сотканы әрі-бері жылжыту арқылы, иә, экранын. Негізі кубиктан осылай көрсе өте жақсы. Қараңыздар. Қазақстан мына жерінде орналасқан. Бұл тек қана жер шары. Бұдан бөлек тағы да басқа да мысалы объектілер бар. Мінекей осы объектілерді көрсетсеңіздер өте қандай керемет, балаға да қызықты болады, иә? Тағы қай объектіні алайық? Жер шарының ішін көрсететін объектіні көрейік. Қараңыздар, мінекей
загрузка жүріп жатыр дейді. Интернет жақсы ұстайтын жерде болуымыз керек. Қараңыздар. Мына жағына айналдырсақ, мінекей жердің ішін көрсетеді екен, жер қабаттарын көрсетеді. Енді біз бұл фигурамызды былай қойып, кубигімізді қазір мынандай қылдырып айналдырсақ, жер қабатын осылай жақындатып балаға қызықты етіп көрсетсек өте керемет, сабағымызды. Жақсы әріптестер, игіліктеріңізге жарасын. Осындай дүниелерді бірге жасайық. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Әріптестеріңізге бөлісе отырыңыздар. Сабақтарыңыз қызықты өтсін. Білімді оқушыларыңыз көп болсын. Ендігі видеомда, егер мені қолдап кетсеңіздер, ендігі видеода дайын объектілерді емес, осы Merge Cube'қа өзіміз қалай объект жасап, қосып, өзімізге керекті объектіні жасау жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Сау болыңыздар.